Алло, Да-да. добрый день. Добрый день. Ардақ сіз ба сіз? Иә, Ардақ. Кешірім сұраймын, мен Сәбиттен алып едім, сіздің досыңыз. Сәбит. Иә, кеше звондаған ба? Сіздің досыңыз Сәбит бізде жұмыс істейді. Кеше звондады ғой біреу Сәбит. Ну, который у нас он работает. Аха, айта беріңіз. Аха, сіздің есіміңіз Ардақ, да? Иә, Ардақ. Қалай жағдайыңыз, жақсысыз ба? Шүкір, жақсы, амансыз. Өздеріңіз. Пойдет, болады, иә. Алло? Да, айта беріңіз. Ардақ, мен сол Сәбит сізге айтпады ма ештеңе? Ну, звондаған, бастығымыз звондайды деп. Сіз воскресенье күні боссыз ба? Осы алдымыздағы. Алдымыздағы воскресенье. Боспын. Аха, жақсы. Сіз жалпы съемкаға былай сағатына қанша аласыз? Сағатына емес, біз сменамен ғой. Егер біз сізге, біздің фирмада сағатымен төленеді. Аха. Сағатына қанша деп келсеміз? Сағатына 50 мың болады ма? 5 сағат болатын болса 250 мың көп болып кетпей ме? Нормальный сияқты ғой. Бізде өте қиын заты жұмыс емес. 50 мыңыз көп сіздің. Өзіңіз баға айтып көріңізші, қанша айтасыз? Сағатына 20 мың болса 5 сағатта 100 мың теңге болады. 20 мың. Жақсы, 5 сағат. 5 сағат. Аха. Біз сол воскресенье күні, яғни неше сағат? Қандай съемка түсіндіріп бересіз? Біз құрбыларымызбен өзіміз жалпы отырыс жасаймыз. Аха. Сіз өзіңіздің охранник киіміңіз бар ғой? Иә. Біз сізді ютубтан көрдік, бәрін Сәбит айтты. Аха. Соны киіп келесіз. Менің лапочкамның қасында боласыз. Съемка емес па? Ол қалай болады? Съемка болады, одновременно. Аха, енді? Лапочкамның қасында боласыз. Лапочкамның қасында ешкім тиіспеу керек. Он одновременно, как этот, мы это все женщины тусуемся, короче. Қанша жас қыз ба, қызыңыз ба? Какой қыз это? Это мой собака, лапочка. Соны мен ұстап отырамын, не аламын? Алло. Мен ұстап отырым керек па, қалай оны түсінбедім? Ұстап отырмайсыз сіз, қызықсызсыз вообще. Жоқ, түсіндіріп айтсаңыз сен қалай болды? Мен қыздармен отырамыз, біздер лапочка отыр. Вообще, как не понимаете, Сәбит вообще не объяснил, что ли? Сәбит ештеңе түсіндірген жоқ, звондайды бастығым деді. Ой, такой, я ему объяснил вообще-то. Жоқ, ештеңе айтқан жоқ Сәбит. Короче, Ардақ, сіз, мен өзім орысша қазақша айта берейінші, пожалуйста, я вообще... Вы на русском понимаете, я сейчас думаю на русском, но потом вообще я не могу на двух языках. Да, я русский хорошо разговариваю, но не понимаете. Ой, как ты не понимаешь, если на русском разговариваешь? Ты такой интересный человек вообще, Ардақ. Я вас вообще в ютубе видел. Угу. И у меня лапочка есть. Соған қарап отыру керек дейсіз ба, қалай болады? Ну, итальянская порода, там, чтоб его никто не трогал. Ода мен иттен қорқамын. Ой, это же вообще щенок вообще такой маленький. Он не кусается вообще. Вообще ит ұстағым келмейді ғой, иттен қорқамын өзім. Нет, вы не надо, вот просто он, вот это, как этот, Валерий ездит, торда болады. Поэтому смотреть надо. Мы этот на частный дом этот снимаем, мы отдыхаем с подружками, чтобы его никто не трогал. Вы можете охранять его? Ой. Ну 100 тысяч я тебе плачу. Надо хороший человек, надо смотреть. Ой, маған съемка деген сияқты да, болмайды. Это съемка будет, мы снимать будем лапочку. Ты что, не понимаешь вообще?
Подружкаларыңызбен тусовать етеміз деп жатсыздар ғой сіздер. Қалай болады ол жерде? Мен қарап отырсам. Как? Подружкаларыңызбен сіздер тусовать етіп отырсаңыздар, мен сіздердің иттеріңізге қарап отырсам, қалай болады екен? Это мой подружки вообще. Ты такой младший, у нас старше, мы женщины такие. Да. Қоя беріңізші, болмайды ол. Ардах, ты слушай, пожалуйста. А? Ты ж за щенком будешь смотреть. Все, ничего, у тебя 100 тысяч, я тебе плачу, все. Вот это есть же твоя форма охранника? Жоқ, мәселе ақшасында емес ол. Итпен ол. Ит ұстап отырып, қалай болады ол? Керек емес ол. Ардах, это не шутка, это серьезно говорю. Это итальянская порода. Знаешь, она сколько стоит? Қанша тұрады? Это 15 тысяч евро стоит в Италии. Менен қымбаттасаңызшы. Ой, зачем такие вещи, зачем сказать синем комбат емес? Это 15 тысяч евро стоит. Это за 5 часов, посмотри на него. Я тебе 150 тысяч, ладно, 150 тысяч дам. Кімдер болады ол жерде бір басқа да ана подружкаларыңызда басқа біреулермен келетін шығар? Жат болып қалмай ма? Никто не будет, нормально. Все ойланып көрейін мен, хабарласыңыздар көріп. Ладно, давай. Так. Алло. Алло, Да? Ардах, Ау. вы подумали? Болмайды ол. Ой, почему? Сондай болып тұр, ренжімеңіз итпен. Ну ладно, я тебе 200 тысяч заплачу. Давайте, Ардах. Ол мәселе ақшасында емес. Это там ты ничего не будешь делать. Ты Сабит ничего не объяснил, что ли? Айтып түсіндім ғой, бірақ. Это там ты с ним будешь сниматься, вот знаешь, съемка будет. Там все артисты будет, мы отдыхаем. Вот знаешь, это черная касса, ты знаешь вообще, да? Түсіндім ғой, бірақ енді сол жерде итіңізді ұстап жүрді деген болмайтын нәрсе ғой. Ты будешь с ним играть вообще, ты понимаешь вообще? Ренжімеңіз. Это там артисты будет, Ардах. Қандай артистер? Вот как тебе сказать, вот эта бабушка играет же, этот, кто это? Иреке! Қалайсың, Ардақ? Жақсы. Құдайға шүкір, жақсы, рахмет. Аман болыңыз. Түспедің ау. Түс болды. Сей,